Ел кубогының жеңімпазы Тобыл. Матчқа кішігірім шолу жасайық. Бір жылға созылған бұл дода мәресін Қызылордадағы су жаңа стадионда алып отыр. Шымкенттік Ордабасы мен Қостанайлық Тобыл Қазақстан кубогының финалында сомдық ойын көрсетті. Келген 11 мың жанкүйерді риза етті. Екі жақтың шабуылдары тоқтаған жоқ. Нағыз финал атына лайық ойын болды. Голдарға келейік. 18 минутта Эвертон тәртіп бұзып, Тобылға соққысын орындауға мүмкіндік береді. Нүктеде Асхат Тағберген. Айып-алаңнан шығарылған паста Николай Сигневич голға айналдырды. 33 минутта Эльмес Уидидің соққысы қақпа бағанасына тиіп бері ұшады. Осы сәтті Ислам Чесноков пайдаланып кетіп, есепті еселендірді. Жалпы голдар осымен біткенімен, шабуылдар біткен жоқ. Әсіресе Ордабасы бұл есеппен мүлде келіскісі келмеді. Ойын тек жарталаң жақта өтіп жатқандай сезімдерде болды. Бірақ шымкенттіктерде маусымның басынан бері келе жатқан мәселе осы матчты айналып өтпеді. Ол соққының нәтижелі болмауы. Кіммен ойнаса да статистикасы үлкен басымдық көрсетіп тұрады. Алайда голдар жоқ. Келесі маусымда осы мәселені шешер деген үміттеміз. Ал бүгін Тобыл командасын шын жүректен құттықтаймыз. Сіздермен бірге желаяқтарыңызды видеоны лайк басып, тіркеле кетіңіз.